Армысыз ардақты ағайын, эфирде жаңа Қазақстан, әдеттегідей дос көшім, Расул Жұмалы және мен Әміржан Қосан сіздермен біргеміз. Жылымыз өте бір қайғылы жағдайда басталып жатыр. Қазақты дүр сілкіндірген баршамызға, сондай бір көңілімізге, еліміздің болашағы үшін, ұлтымыздың келешегі үшін үлкен бір ойларға жетелеген әр азаматтың өзінің ел алдындағы жауапкершілігін сезінетіндей бір үлкен қайғылы оқиғалар болды. Сондықтан біз жаңа Қазақстан атынан дос көшім, Расул Жұмалы және мен барша қазақстандықтарға көңіл айтамыз, бірге қайғырамыз. Осы толқулардың кезіндегі болған барлық қайғылы оқиғаларды халықпен бірге шығармадық, өйткені білесіздер, интернет бұғақталды да біз міне жаңа жылда бірінші рет шығып отырмыз. Енді дос аға, Расул, осы жылдың басындағы болған оқиғалардан қоғам не түю керек? Болашақта осы оқиға қайталанбас үшін қоғам мен билік не істеу керек? Оның нақты себептері қандай? Осы жарты сағаттың ішінде жеткізуге тырысайық. Мен бір ғана ойдан бастайын. Мен өз басым оны мына біраз бұқаралық ақпарат құралдарына да айтқанмын, жазғанмын. Яғни осы болған толқулардың ең басты себебі ол жаңа өзендегі сұйытылған газдың бағасын екі есе көтерілу емес, ол халықтың билікке деген сұйытылған сенімі деп айтқым келеді. Яғни қазіргі таңда елде қордаланып қалған жүйедегі, қоғамдағы, биліктің өне бойындағы кемшіліктер бір күнде бұрқ ете қалды. Арты жақсы болсын, мына біз эфирге шығып отқан Алматыда арнайы операция әлі жалғасып жатыр. Мен бүгін көшеге шығып едім, нан алуға. Бір атыстарды естігендей болдым. Өзім әскерде қызмет жасағам, яғни мылтықтың дауысын білем ғой, сондай қазір қауіп қатерден әлі толық айыққан жоқпыз. Бүгін президент парламентте сөз сөйледі, өзінің жоспарын жариялады, жаңа үкімет келді. Жалпы осы оқиғалар туралы және оған ұласқан саяси шешімдер туралы ой қозғасақ. Дос аға, сөз өзіңізде. Ассалаумағалейкум, құрметті азаматтар, бізді тыңдап отырған азаматтар. Былайда менің ойымша біз бұның бәріне саралап, жүйелеп айта алмайтын шығармыз. Қазір мүмкін әрқайсымыз қазіргі кездегі халыққа не жеткізу керек деген мәселемізді жүйесіз болса да әртүрлі бір үзік пікір сияқты айтсақ, біз кешірім сұраймыз да, өйткені жүйелі түрдегі талдауға біріншіден ақпарат аз, екіншіден өте көп айтатын нәрсеміз. Мүмкін сондықтан біз бір нәрсеге сыйғыза алмаймыз. Сондықтан мен басқа бір төменгі жағынан бастағым келіп отыр да. Осы 4-5 күннің ішінде мен облыстардың бәрімен хабарласып отырдым. Ондағы жағдайларды біліп отырдым. Ең қызығы халық осыған жаңағы лаңкестерге, басбұзарларға, осындай дүрмекті ұйымдастырғандарға өздері қарсы шығамыз деген ең бірінші халықтан басталды. Шымкенттен хабарласты маған жігіттер, біз департамент полициясымен келісіп, өзіміз хаттама дайындап, біз сіздерге көмектесейік, жаңағы халық жасақшыларын құрайық дегенді дайындадық дейді, барып сөйлестік дейді. Дәл осындай мәселе Астана қаласында болды. Олар отанды қорғау комитеті сияқты бірдеме құрамыз деп олар да дайындалды. Олар да жаңағы халық өзінің қолына алып, осыны өзі тоқтата алатындай жағдайға жетті деген мәселені көтерді. Дәл осындай жағдай Павлодарда да болды. Ең қызығы, Павлодардағы 3 жігіт, оны маған Руза Бейсенбайтеге хабарлады. Полиция департаментіне бара жатқан ғой, осындай өздерінің бастамаларын айтайын деп. Сөйтсе жолдалар ұстап алған. Қазір екеуі қамауда жатыр. Оны құтқаруға барған Руза Бейсенбайтеге де сотталды. Кеше ғана хабарластық, 91 мың айып. Мен таңғалып отырмын, өйткені кеше ғана мемлекет хатшысы Ерлан Қарин айтты, митингке қатысқандарды жазаламайды, тек қана жаңағы лаңкестік жасағандар жазаланады деген сияқты. Бірақ шындығында митингке қатысқандар да жазаланып жатыр. Бұл осыны егер біздің хабарымызды тыңдап отырған мемлекет азаматтары болса, мен тағы да айтайын деп жатырмын. Осындай мәселе көп жерде мен хабар түсіп жатырмыз осындай мәселе. Керек десеңіздер, Ақтөбеде Азат қозғалысының бұрынғы басшылары, ұлт тағдырының мүшелері митингке 4-ші күні ғана біз бардық деді. Сөйтіп халыққа тоқтау салуға шақырдық деді. Сол уақытта сөз сөйледік деді. Біз де 35 жыл бұрын осы жерде тұрғанбыз. Тәуелсіздік үшін біз де күрескенбіз, осы алаңда біз де тұрдық. Бірақ біз ешқандай терезеде шаққан жоқпыз, үйді де басып алған жоқпыз, еш жерге алмай дегенімізге жеттік. Деген сияқты мәселеге дейін айттық деді осы мәселені.
Менің ойымша олар да бар, ертең оларды да соқтай ма деп қорқып отырмын. Сондықтан менің ойымша осындай мәселеге жібермеуге тырысуымыз керек. Себебі мемлекеттің лауазымды адамдардың айтып жатқаны басқа сөз, ал жергілікті жердегі жасалып жатқандар мүлдем басқа сөз болып жатыр да. Мен осыған бірінші көңіл аударайын деп едім да. Екінші мәселе, әлі күнге дейін мынау террористік әрекет па, оны басқа мемлекеттен келген адамдар жасалды ма, жоқ әлде жергілікті жердегі жаңағы ұйықтап жатқан дейміз ғой, дағы жасырын түрдегі астыртын ұйымдардың шыққан көтерілісі ма. Менің ойымша бұған әлі бір жақты баға беру өте қиын сияқты. Менің өз басым Алматының өзіне 20 мың содыр кірді дегенге өз басым сенгім келмейді. Егер Алматыға 20 мың содыр кірсе, тағы да басқа 5-6 қаланы алсақ, кем дегенде 50-60 мың содырдан кіргені. Бұл 6 армия. Олардың келуінің өзіне кем дегенде 1 жыл кетеді, осында көшіп келуіне. Сондықтан менің ойымша бұл тым не дейді жаңағы бір белгілі қажеттілік пен идеологиялық тұрғыда айтылған сөздер болуы мүмкін. Ол әрі қарап тексеріс бола жатады, оны да көреміз. Бірақ мен екі нәрсеге толық сенемін. Халықтың шыққан бейбіт шеруін басбұзарлардың, лаңкестердің пайдаланғаны және олардың алдыңғы мақсаты менің ойымша билікті басып алу емес. Бұлар дүрбелең жасау. Өйткені билікті басып алатындар әкімшілікке кіріп, оны жағып қайтып кетпейді. Мысалы, Қырғызстанда әкімшілікті талай басып алды ғой, оларда бір емес бірнеше рет болды. Сонда әкімшілікті басып алғандар өздерін мер деп жаңағы атақ беріп, біреу губернатор болдық деп, өздерінің мақсаттары бар. Не болмаса, кейбір жерде әкімшілікті басып алады да есік терезесін бекітіп, белгілі бір талап қояды. Не үшін басып алды? Бізде дүрбелең жасауға бағытталды бәрі. Әйтпесе ең бірінші болып Нұр Отандағы Ақ үйді басып алар еді, егер шынымен мемлекеттік жаңағы не дейміз, төңкеріс жасағысы келсе. Сондықтан бұның бәрі әлі де болса зерттеуді қажет етеді, әлі де болса жаңадан ақпараттар керек шығар. Сондықтан мен мемлекеттің айтып жатқан несіне жаңағы не дейміз, ақпараттарына да толық сене бергім келмейді. Осы сұрақ әлі күнге дейін қалды. Не үшін шықты аналар жаңағы не дейді, лаңкестер, террористер, не үшін дүрбелеңнің жасалу себебі әлі мен үшін үлкен сұрақ белгісі болып қалды. Үшіншіден мен айтып беретінім, ерекше маған риза болғаным, бұл Маңғыстау азаматтары, Жаңаөзен азаматтары, олар митингінің мәдениетін түсіне бастады. Олар митингіні өте тамаша жасады. Не дейміз, Құдайға шүкір, олардың ішінде де айқайлағыштар болған екен, олар өздері ұстап отырды. Сондықтан олардың бейбіт митингісі өзінің біріншіден нәтижесін берді, екіншіден бүкіл Қазақстан халқына осы мәселені қалай өткізу керектігін көрсетіп берген сияқты. Өйткені алдымызда әлі талай митингілер болады. Біз осыдан қорқып, осыдан қашып, менің ойымша, аузы басымызды жауып, бұғып отыра бермеуіміз керек те. Президенттің өзі айтты, егер бейбіт түрдегі шеруге шығатын болса, бұл азаматтардың құқы деген мәселені айтты. Сондықтан менің қорқатыным, осыдан кейін 5 жыл бойы үндемей отырып қаламыз ба деген мәселе. Сондықтан айта кетуіміз керек, бейбіт шеру еш уақытта тоқтамау керек, азаматтар өзінің пікірін сауатты түрде айта білу керек. Мен осындай 2-3 ойыма келген нәрсені айтып алайын деп отырмын. Енді соңғы 30 жылдан бері ең үлкен қақтығыс бұрын соңды болмаған, сонымен ұлтымыз, еліміз ұшырасты. Оның себеп салдары жайлы қазір түрлі әңгімелер, сараптамалар беріліп жатыр, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Меніңше енді өкінішке орай болар іс болды. Енді бұдан сабақ алу керек. Сондағы ең негізгі мақсат, ең негізгі мәселе осындай қантөгістің енді қайталанбауы үшін не істеу керек. Әрине, қазір осы болған дүрбелең, бүлікке қатысты бұл сыртқы күштердің арандатуы, жаңағы сырттан содырлардың келуі сияқты мәселелер айтылуда, олар әлі тексеріліп жатыр, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Бірақ менің ойымша ең негізгі себеп Қазақстанның өз ішінде. Қазақстанның өз ішінде жаңағыдай былықтар болмаса, наразылық болмаса, халық ашынбаса, тіпті осы наразылықтың шыққан ортасы Маңғыстаудың өзінде жаңағы газ мәселесі 2 есе қымбаттамаса, жаңағыдай жағдай болар ма еді? Біріншіден, тіпті сырттан бір содырлар келгеннің өзінде оларды кім жіберді? Өзіміздің шекарашылар, өзіміздің миграциялық қызметтер, ұлттық қауіпсіздік комитеті қайда қарап отырды деген мәселе. Кімнің шекарасы қазір ашық емес? Қай жерде визасыз жүріп тұру жоқ? Барлық жерде бар, бірақ неліктен осындай ауқымда болып отыр? Меніңше осы себептердің басым бөлігі Қазақстанның өз ішінде. Іштей бүтін, іштей мәселесі дұрыс ел болатын болса, ешқандай сырттан келетін жаңағыдай содырлар, террористер жаңағыдай көлемде бірнеше қаланы басып алып, өз дегеніне көндірмес еді.
Бұған да меніңше назар аудару керек. Осы мәселелерді болдырмауда осы мәселелерге назар аудару. Енді бұл билікке де қатысты ең бірінші кезекте айтылып отырған нәрсе қазір ОДКБ күштерінің енгізіліп отыруы қаншалықты негізді деген. Бәлкім шынымен ақ мәжбүрлі жағдай болған шығар осындай қиын қыстау жағдайда, әсіресе сол сенген қойым сен болса дегендегі мынау ұлттық қауіпсіздік комитеті мемлекеттің қауіпсіздігін сақтаудың орнына өзі жаңағыдай қылмыстық бейжайлық жауапсыздық танытқаны, тіпті бәлкім өзінің осы әрекеттерге бір қатысы бар ма деген мәселелер. Бәлкім мәжбүрлі де шаруалар шығар. ОДКБ-ның әскерлері қазір енді таяу күндері шығарылады деген әңгімелер бар. Солай болсын деп тілейік. Бүгін енді Қасым-Жомарт Тоқаев президент ретінде парламенттің кеңейтілген отырысында сөйледі. Ол жерде жаңа премьер-министрді тағайындау рәсімі өтті. Ендігі мәселе осы реформалар қалай жүргізіледі. Сол қиыншылықтарға алып келген себептер әлеуметтік салада, экономикалық салада, сыртқы және ішкі саясатта қаншалықты іске асады, меніңше ең бірінші дәрежеде бұл кадрларға байланысты. Сол ескі кадрлар қала ма, болмаса жаңаша бір леп бола ма, бұрынғыдай қайта жылы жауап қою мәселелері сақтала ма екен. Меніңше елдің қазір мән бөліп отырған ең бірінші мәселе осы, бірақ билікпен қатар менің ойымша, құзырлы мекемелермен қатар халықтың өзі де меніңше көп нәрсені түсіне бастады. Демократия, либерализация деген бұл әлімжеттік емес, аузыма не келеді, соны жасаймын, бүлікшілдік емес екендігі, популизм мен жауапты саясаттың арасындағы айырмашылықты түсіне бастағандай сияқтымыз. Әрбір нәрсеге ұраншылдық емес, бұның арты неге алып келеді деген мәселелерді қазір ойлану тұрғысына бір инфантилизм, балалық шақтан шығып келе жатқан сияқтымыз. Осы жолда қан төгілді өкінішке орай, бірақ бұдан да меніңше сабақ алуларымыз керек. Және үлкен мәселе жастар. Енді қазір 20 мың деп жатыр, 30 мың деп жатыр. Олардың бір 1000-ға жуығы қазір құрықталған екен, жаңағыда тергеу амалдары жүргізіліп жатыр екен. Бірақ сол бүлікке қатысқан қаншама жастар қазір ортамызда, біздің азаматтарымыз. Сондықтан олардың жағдайы не болады? Сол бүлік күндері ата-аналардың меніңше жауапкершілігі де. Балаларымыз қайда жүр? Немен айналысып жүр? Болмаса түрлі экстремистік топтар, ұйқыдағы жаңағыдай секталар дейміз. Оларда жүргенде тек қана мемлекетке, әкімшілікке, мектепке қарап қалмай, ата-аналар да меніңше осында бір жауапкершілік таныту керек. Балаларымыз жаңағыдай бір жаман нәрсеге ұрынып қалмасын, біреудің арандатуына түсіп қалмасын деп. Сондықтан меніңше жалпы ұлттық, жалпы қоғамдық мәселе осыдан сабақ алатын. Билік орындары ғана емес, үкімет қана емес, біз де осындай шындық пен өтірікті, ақ пен қараны айыратындай жағдайды тек қана біреу істейді екендей мәселе емес, өз жауапкершілігімізді танып. Осы күндері Алматыда, Қазақстанның басқа да қалаларында осындай бір жағдайларды көріп жатырмыз. Азаматтар өздері ұйымдасып, жаңағыдай өз еркімен көмек көрсетіп, дәрі-дәрмек немесе азық-түлік жеткізіп мұқтаж жандарға осындай бір жақсы әрекеттерді біз көріп жатырмыз. Меніңше осындай нелерден бір ұлт ретінде біз ойысып сабақ алуымыз керек. Менің қосарым енді досаға Расул, мен үш аспектісін айтайын қысқа ғана. Бірінші, әрине, ол экономикалық аспект, оны айтпасқа болмас. Бүгін өз басым риза болғаным, президенттің аузынан олигополия деген сөз шықты. Яғни экономикадағы осы бағадан бастап жалпы барлық процесстерді реттейтін, сауда-саттықта болсын, бюджетке ақша түсуде болсын, бәрін реттеп жатқан мемлекеттен гөрі олигополияның рөлі күшті деген ой айтылды. Бұл меніңше бір жаңалық. Мақалада біз айтып жүрдік, саясаткерлер, журналистер, экономистер айтты, бірақ президенттің аузынан шыққаны ол мен бір жақсы нышан деп білемін. Яғни осы экономикадағы олигополияны жойсақ, шынайы бәсеке пайда болса экономикалық алаңда, онда елде бір белгілі бір дәрежеде өзгерістер болуы мүмкін деп. Бірақ меніңше тағы да көңілім толмаған нәрсе ол саяси монополияны жою, саяси олигополияны жою деп айтар едім. Өйткені өкінішке орай бүгінгі сөзінде президенттің тағы да саяси реформа мәселесі кейінге қалдырды. Рас, президент айтты, мен бұл принциптік көзқарасым, саяси модернизация керек деді, бірақ қыркүйек айында мен жариялаймын деді. Яғни тағы да біз
жарты жылдан астам уақыт күтеміз. Билік қандай жоспарлар жасайды? Және осы президент айтты, осы шешімдерді қабылдардың алдында біз азаматтық қоғаммен ақылдасамыз деп, диалог жасаймыз деп. Бірақ сол диалогқа кешегі Жаңаөзендегі бейбіт шеруге шыққан азаматтардың өкілдері бола ма? Тіркелмеген саяси партиялардың өкілдері бола ма? Билікке жақпайтын пікір айтатын тұлғалар бола ма? Ол әлі де белгісіз. Екінші мәселе ол саяси мәселе. Ол саяси мәселенің тағы да қайталап айтуға тура келіп отыр. Жаңа Досаға жақсы айтты, бейбіт мен айтып отқан Досаға жақында сіз тікелей эфирде айттыңыз, соны айтып отырмын. Яғни бейбіт шеруге шыққандардың қимыл әрекетін осындай содырлар, басбұзарлар пайдаланып кетті деп. Мен де айтар едім, бізде қазіргі таңда биліктің өзі кінәлі. Өйткені легитимді, заңды, құқықтық алаңда қимыл әрекет жасайтын партиялар мен қозғалыстар тіркеген жоқ. Осы президент сайлауынан кейін 2,5 жыл өтті, бірде-бір жаңа партия тіркелген жоқ. Бастамашыл топтар көп болды. Енді сол кеше осындай дүрбелең кезінде Европа айтып жатыр ғой, біздің билікке диалогқа барыңдар, өзара тіл табысыңдар, компромисске барыңдар деп. Мен осы жерде президент айтты, какая это глупость деді. Яғни мен айтар едім, ал егер де шынымен де ертең тағы да 19 қаңтарда төтенше жағдай мерзімі аяқталады, бейбіт шерулер тағы да басталған кезде билік кіммен келіссөз үстеліне отырады? Тағы да радикалдар пайдаланып кете ме, әлде шынымен де Қазақстан заңдарына мойынсұнатын, бағынатын ресми партиялармен жұмыс істей ме? Меніңше ол қазіргі саяси реформаның ең үлкен мәселесінің бірі, және ертең болашақта осындай толқулар кезінде бейбіт азаматтардың басын біріктіретін күштердің болуына меніңше биліктің өзі мүдделі болу керек. Үшінші мәселе ол психологиялық мәселе. Мен өзім ойлаймын, пандемия кезінде әрбір адам денсаулықтың қадірін түсінсе, мына кешегі қаңтар толқуы кезінде әрбір қазақстандық тыныштықтың, тұрақтылықтың, бейбіт күннің, таңертең тұрып жұмысқа барып келу, ешбір қауіпсіз, дүкенге бару, бала-шағаңмен қыдырып қайтудың қадірін түсінген сияқты. Кеше бір нанға шыққанымда біраз азаматтар тұрып, біреу айтады, мен сізді кезінде түсінбеп едім, ұнатпап едім, қарсы сізді жамандап жазып едім, сайлаудың кезінде сіз осылай бұғып қалдыңыз, бізді сатып кеттіңіз деп жазып едім, а мен түсіндім, сіз сонда қанды қаламағаныңыз деп айтып жатыр. Мысалы, мен өзіме азамат ретінде ол өзіме бір үлкен бір демеу болған сияқты осы кезде. Сондықтан меніңше осы тыныштықты, бейбіт күнді қадірлейтін қоғам қалай болғанда да біз осы әрине қазір біртүрлі бір қорқып қалған сияқты үрей бар. Қазір мына төтенше жағдай біткеннен кейін не істейміз, бейбіт шерулер бола ма, болмай ма деген сияқты билік меніңше қазір қоғамға сигнал беру керек. Бейбіт жиын болатын болса, ешкім қудаланбайды, ешкім абақтыға жабылмайды, басбұзарлар болмаса, бәрі бейбіт өтсе, ешқандай жаза қолданылмайды деген бір сигнал болу керек. Әйтпесе біз тағы да төтенше жағдайының кезіндегі бүкіл наразылықты, қарсылықты іште сақтап қалсақ, бұғып жатса, ол кез келген уақытта ертең көрдік қой кезінде Астанадағы 5 бәйкүне сәби өртеніп кеткен кезде үй ішінде жалғыз қалып, үкімет отставкаға кетті. Сондықтан кез келген сылтау үлкен саяси себепке айналып кетеді. Меніңше әзірше қоғамның қазір Досаға дұрыс айтасыз, біз әлі барлық себеп салдарын талқылауға дайын емеспіз, ақпарат керек. Және де соңғы айтарым, мына билік қазір осы содырлар туралы, террористер туралы көп айтып жатыр ғой, меніңше нақты фактілер керек. Кеше ОДКБ-ның жиынында Тоқаев мырза айтты, біз халықаралық қауымдастыққа барлық фактілерді, материалдарды береміз деп. Оны бізде Қазақстан қоғамы соны күтіп отыр. Егер уақыт әлі болса, бір тағы да пікір айтып үлгерейік. Мен айтатын пікірім шындығында ең менің күтпеген мәселем шығар. Президент Тоқаевтың өзінің қасындағы күштік құрылымдарға сенбегені.
бұл өте қауіпті жағдайда мемлекет үшін. Себебі күштік құрылымдар ең мемлекеттің тұрақтылығын да, бейбітшілікті де, жалпы тәуелсіздігімізді сақтайтын құрылымдар ғой. ОДКБ-ның адамдарын шақырған уақытта көптеген облыстар осыған қарсы шығамыз деді. Мен оларды тоқтаттым, шынын айту керек. Біріншіден, бұл амалсыздан жасалған мәселе дедім. Екіншіден, бұл президенттің өзінің қасындағы күштік құрылымдардың басшыларына сенбеуін көрсетеді. Ол егер әрине ол тағы бір айға тұратын болса, ол мәселені көтеруімізге болады. Бірақ дәл қазірде де амалсыздан шақырылған біз мойындауымыз керек. 2000 адам ғой енді келген, 2000-нан сәл ғана көп адам. Сондықтан бұл ең бір бүкіл жүйе бірігіп отырған уақыттарда сол жүйенің ішіндегі ең бір қауіпті күштік құрылымдардың бөлінісі, менің ойымша бұлардың қатысы бар міндетті түрде. Не салғырттық деу мүмкін, ертең енді оларды жауапқа тартқан уақыттарда. Осы уақытқа дейін жаңағы террористерді қарамадыңдар, олардың келгенін байқамадыңдар, оларға тосқауыл қоймадыңдар, жұмыс істемедіңдер деп. Екіншіден жаңағы опасыздық. Жалпы сатылған деген сөз жек көремін мен, адам ақшаның қанша екенін алғаннан кейін сатылған деген сөз айту керек шығар, жалпыны опасыздық дейді, еліне жасаған опасыздық. Сондықтан осы екеуінің қайсысына келетінін мен білмеймін, бірақ менің мынандай бір ұсынысым бар, бастамам бар. Жалпы осындай опасыздыққа келген мемлекет басшыларының, жаңағы Масимов туралы айтып отырмын бұл жерде мен, бұл жабық военный трибуналмен соттайтыны белгілі. Бірақ отанға опасыздық жасаған уақытта халық оның бүге-шүгесін білу керек та. Бұл ашық сот болу керек. Себебі әр уақыттарда мемлекеттік қылмыскерлерді халықтың алдында соттайды ғой, керек десеңіздер, заочно соттайды кейбір уақыттарда. Себебі оның халыққа жасаған қылмысы ашылу керек. Оның кімдермен байланысы бар ашылу керек та. Ал ана жерде тек қана өздерінің адамдары отырып бір әскери сот сотталған уақытта, ол уақыттарда шынын айту керек, 90% шындық ашылмай қалады. Өйткені оны тікелей соған байланысты сол мемлекеттің тағы да лауазым тұлғалары бар болуы мүмкін. Олардың бәрін халықты дүрліктірмейді деп қоя салуы мүмкін, басқа бір себептермен қоя салуы мүмкін. Сондықтан егер бір сондай соттық деңгейге жететін болса, менің ойымша ашық соттың болуын талап етуіміз керек сияқты. Енді мен бір ғана мәселеге назар аударайын дедім сөз соңында, бұл наразылық мәселесі және оның салдары. Қарап отырса, наразылық қай мемлекетте жоқ. Барлық мемлекеттерде қазір қымбатшылық бар, газдың өзі қымбаттап жатыр, жемқорлық мәселелері де бар шығар, демократияның кейбір сақталмауы тағысын тағы, бірақ неліктен осындай бүліктерге апармайды. Бұл елдерде жаңағы бүліктерді немесе наразылықтарды бір бейбіт жолмен, өркениетті жолмен шешетін тиісті тетіктері жұмыс істейді. Парламент арқылы, басқа да арқылы. Бізде де олардың барлығы бар сияқты, бірақ заты барда көп жағдайда аты барда заты жоқ. Парламент. Былай қарағанда. Парламентте рас кейбір нәрселер айтылады, бірақ жаңағыдай бір парламенттік оппозиция, көп партиялы парламент деген онша сезе бермейміз. Ана мынау заң қабылдағанда сол баяғы бір партияның адамдары сияқты 100% дауыс беріледі. Бізде сот жүйесі бар дейміз, бірақ әділ сотқа қатысты қаншама наразылық бар. Бізде жұмысшылардың кәсіподақтары бар дейміз, бірақ жұмысшылардың мүддесі емес, сол жұмыс берушінің, олигархтардың мүддесін қорғайтын кәсіподақтар. Бізде үкімет бар дейміз, сол халықтың, әлеуметтің мәселесін қорғайтын, бірақ сол үкіметтің олигархтарға тісі батпайды. Көлеңкелі экономиканың көрсеткіші 30-50%, ол жайында бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев та айтты. Бізде көп партиялар дейміз, бірақ ол партияларды қарапайым азаматтар біле бермейді, оларға сене бермейді, тағысын тағы. Меніңше осындай тетіктер, жаңағыдай наразылықтарды бейбіт жолмен шешетін болмағанда, ол радикалды жолмен шешеді. Жаңағы алаң, көше арқылы, басқа да арқылы, оны көріп отырғанымызда түрлі келеңсіз жаңағыдай бандиттік топтар пайдаланып кетуі мүмкін, ол тағы да бар. Сондықтан менің ойымша кеште болса осы мәселелерді қолға алу керек. Сөз жүзіндегі емес, іс жүзіндегі партияларға жол беру, соларды тіркеу. Сөз жүзінде емес, іс жүзіндегі жұмысшылардың тәуелсіз кәсіподақтары, саяси партиялардың парламентке енуі, әділ баспасөз. Себебі осындай формалды дүниелер қала беретін болса, жаңағы осындай бір дағдарысқа алып келген, катастрофаға алып келген себептер сақтала береді деген сөз. Біздің әлсіздігіміз бола береді деген әңгіме. Сондықтан менің ойымша осындай саяси реформалар дегенде олар тек қана заң жүзінде емес, іс жүзінде іске асу керек. Енді сөз соңында айтарым былай, мынау осы өткен қаңтардың басынан басталған шынымен де бұрын соңды болып көрмеген қазақ халқының басындағы үлкен
трагедия дейміз, дүрбелең дейміз, дүр сілкіну дейміз. Соның кезіндегі Тоқаевтың сөздерін айтқым келеді. Мен сол кезде әсіресе мына мемлекетке қауіпсіздігіне қауіп төніп, қауіпсіздік кеңесінің басшылығын бір сәтте қолына алуы, және оны бұрынғы президент Назарбаев емес өзі жария етуі, және осы күнге дейін Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа өзінің пікірін өз аузынан жеткізбеуі, және де сол президент Назарбаевтың отбасының мүшелерінің Тоқаевты ашықтан ашық қолдап, яғни қазір күнде эфирден шығып президенттің маңайына топтасайық деп Нұр Отан және басқа партиялар шығып жатыр ғой. Осының өзі елдің ішіндегі үлкен әңгіме туғызды. Оны біз ашық айтуымыз керек. Әсіресе мына қазіргі интернетті бұғаттап тастаған заманда, яғни балама ақпарат жоқ кезде, осының бәрін әртүрлі әңгіме елдің ішін кезіп кетті. Әрине мен түсінемін, интернет арқылы содырлар да, террористер де өздерінің жоспарларымен алмасып, астықтың қиын әрекеттерін үйлестіріп отыратын шығар. Ол да дұрыс, бірақ қазіргі заманда бүкіл халықты интернетсіз қалдыру, ол меніңше ол қиянат. Өйткені террористер, прокси серверлер бар, хакерлер бар, олар кез келген амалдарын өздері ақ жасайды, интернетсіз ақ жасайды. Интернеттің бұғатталуын айналып өтеді. Сондықтан меніңше бұл жерде билік осы жерін ойлану керек, және де президент Тоқаевтың бұрын осы 2,5 жыл бұрын мына кітапханаға Назарбаевқа жалтақтап жүр деген қалыптан шығып, өзі жеке дербес баспасөз хатшысы айтты ғой, ешбір кеңесшілердің көмегінсіз мәтіндерді өзі жазады деп. Осылай жеке жауапкершілік алғаны меніңше оның абырой беделіне үлкен плюс болды деп ойлаймын. Бірақ Тоқаев түсіну керек, егер де ол осындай асқан жауапкершілікті, оның ішінде мына ешбір ескертусіз оқ атуға рұқсат берген бұйрықтарының артын сұрауы бар. Ол сұрауы үлкен жауапкершілік, үлкен мүмкіндік, өкілеттік, ол үлкен жауапкершілікке алып келеді. Сондықтан болашақта сол жауапкершіліктің үдесіне шыға алса, өзінің жаңағы жоспарлаған реформаларын айтса, бірақ мен бүгін сөзін тыңдадым, халықта бір үлкен үміт болды. Осы міне дүр сілкіндік, қаңтардың басынан бастап біз мүлдем басқа мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Президент те өзгерді, президент те өзінің ел басқаратын әлеуетін көрсетті, батыл шешімдер қабылдап жатыр. Ал енді міне тағы да бір жаңаша өзгеріс болады деп біз осыдан бірнеше жыл бұрын құрған жаңа Қазақстан деген ат бүгін Тоқаевтың атын аузынан шықты. Сонда жаңа Қазақстанда өмір сүреміз деп келді де, бұрында осы бұрынғы премьер-министрдің орынбасары болып келген, яғни тікелей осы үкіметтің экономикалық саясатына атсалысқан азаматты әкеліп қойды. Мен өзім бұл жаңа премьерге баға бере алмаймын, өйткені оның қабілетін, біліктілігін мен білмеймін. Алдын ала бірден кешірім сұраймын, білмей тұрып сынап атқаныма. Бірақ сол жүйенің, сол үкіметтің өне бойында жүрген келген азамат келді. Яғни бұл сөз ол министрлерде болып, ертең әкімдерде болып, сол осы күнге дейін елді осындай дағдарысқа жеткізген азаматтардың легі, сол команда қайтадан өз орнына қонжайды. Бәлкім 1-2 министрді ауыстыруы мүмкін, бірақ жүйелі өзгеріс жоқ. Өкінішке орай сол жүйелі өзгеріс жоқтығы, мен бүгін мына Тоқаевтың парламентте сөйлеген сөзінен кейін біраз достарымен, жолдастарымен пікір алыстым. Сол үміт оты өше бастаған сияқты. Яғни қаңтардың кезінде дүр сілкініп, еліне, халқына өзі шығып, қиын қыстау кезеңде қолдау көрсеткен президенттің әлеуеті басылып бара жатқан сияқты. Басылмасын, Тоқаев мырзаға біз өзінің реформа жасайтын болса, ол халық ұлт мүддесіндегі реформа болса, әрбір азамат қолдау керек деп ойлаймын. Бірақ осы кезде Тоқаевтың өзі де ойлану керек. Ертең осындай белгілі бір кландық, олигополиялық мүдделерге қарама-қайшы келетін, біреулердің мақсат мүддесіне
сәйкес келмейтін батыл қадамдарға барған кезде ол кландар да оған қарсы шығады. Ертең анти-тоқаевшыл күштер бас көтеруі мүмкін. Олар да келіп бұқаралық ақпарат құралдарда өздерінің сыни, керек болса оппозициялық ұрандарды пайдаланып өзінің науқанын жүргізуі мүмкін. Соған Тоқаев дайын болу керек. Мен ол кісіге айтатын бір ғана кеңесім осы кезде прогрессивті, мемлекетшіл, ұлтшыл қоғам өкілдеріне арқа сүйеу керек деп ойлаймын. Егер де осындай қолдау болмаса, онда ешбір реформа жүзеге аспайды. Әріптестер, біздің уақытымыз болып қалды. Басқа да қосарларыңыз бар ма? Дос аға? Жоқ, келесіде тағы да не дейміз, осы мәселені бұдан гөрі тереңірек қарайтын шығармыз. Қазір уақыт болды ғой. Иә, жақсы, онда мен келсем, бұл да біздің алғашқы жаңа жылда бірінші рет шығуымыз, яғни осындай дүрбелең болып жатқан кезде үнсіз қалмайық деп, қолда ақпарат аз болса да осы алдарыңызға шығайық деген ойымыз. Келесі хабарда біз бұл тақырып, жалпы бұл тақырып біраз уақытқа азық болады. Бұның себептері мен салдары осы біздің YouTube арнамызға жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сол сұрақтарға біз келесі хабарда жауап беруге уәде береміз. Эфирде болған Жаңа Қазақстан, Дос Көшім, Расул Жұмалы және мен Әміржан Қосан. Ел аман болсын.